айтам, адамның өмірінің өлшемі төртеу. Соның ішіндегі ең фундаменті шындығында да эмоция екен. Ең фундаменті сенің жақсы көңіл күйде болуың, күн сайын. Күнде тұрып, жанталасып, алған білімді алға қарай қолданып, спортпен айналысып, жардама беріп, сайт жасап, адамдармен кездесіп, жұмысың алға жүру үшін сенің көңіл күйің керемет болу керек. Үнемі адам бір жақсы ойлап, жақсы күн сайын санасына сіңіріп алғаннан кейін уже бұрынғы өміріңе, мен өткен сабақта айтқам сіздерге, өздеріңе уәде беріңдер, мен сіздерге соған көмектесем. Енді бұрынғы үрейге, күмәнға, қорқынышқа толы менің өміріме қоштастым. Өмірім ешқашан бұрынғыдай болмайды. Мен тек жарқын жаққа қарай, алға жарқын жаққа қадам басқан жотаға, тауға кетіп бара жатқан адаммын. Менің ауа райым әрқашан өзіммен бірге, ешқашан менде қорқыныш болмайды, тиын санап жүрмейтін боламын. Бәрібір мен осы жолға түстім, осы жолдан қайтпаймын деген. Қазір осылай енді бір ортаға түсіп, жаңағы мотивациялық жақсы сөздерді естіп, тыңдап, өмір өзгерте бастаған бір-екі адам өзінің немесімен бөліссе. Гүлданадан бастайық. Ақсұңқар құс астындағы жемін шашып жейді, қара құс астындағы жемін астына басып жейді дейді. Ақсұңқар құс болыңыздар. Бойыңызда жылт еткен бір жақсылық пайда бола бастаса, жаңа өмірге санаң ашыла бастаса, мен ғана өзгермейінше, мен қасымдағы кішкене иығы түсіп, басы салбырап, мұңданып жүрген адамдарға сәуле себейінші, соған бір әсер берейінші деп сөйтіп жүріңіздер. Ондыққа жазып отырыңыздар. Міне мен осылай менде өзгеріс болып отыр. Сен де жаса деген сияқты. Менде Аллаға шүкір заказ деген үйіліп, үлгермей жатырмыз. Кеше деген жұмысқа түнедім, шыны керек. Негізі миллиондап қойғым келген, көлік алам деп ниет етіп жүрмін, соған миллион теңге жетпей тұр да. Соны алам деген, бірақ енді кішкене алғашында келген кезде қорқыныш болған еді, қазір ол қорқыныш кетті. 250 мыңдай таптым жотам. Әлі алда қанша уақыт бар? 1 миллион теңге саған реально, да? Керек. 1 миллион теңге керек. Енді осыған келгенге дейін қалай болып еді? Қазір қалай болды? Не әсер етіп жатыр, соны айтып кетсек. Бұған келгенге дейін, негізі шынымды айтсам, осы сіздің сабағыңызға келгеннен кейін өмірім 180 градусқа өзгерді десем деп айтсам қателеспеймін. Себебі оған дейін күнде жылап, бір қызық емес болып, жұмыста қызық емес, ештеңе қызық емес болып жүргем. Сүреңсіз. Иә, бір түрлі болып. Сол жаңа Ғалымжанға рахметімді айтам, сіздің алғашқы алдыңғы ағымдағы жігітке звондауға қолым тимей жүр. Сол жігіт жігерлендіріп, барыңыз Ахметбек аға, барыңыз деп маған осы қоймай не қылды, келгеніме өкінбеймін. Кәдімгідей көңіл күйімде жақсарып, прям үйдегілердің өзі де айтып отыр, өзгеріп кеттің сен деп та. Күнде сіздің жаңағы санаға сенім сөздерін тыңдаймын. Өткенде де тауға көтерілген кезде сіздің ана медитация жасадық қой осында, суббота күні. Сол неңізді қойып тыңдап шықтым. Сол қалай көтерілгенін білмеймін, түсер кезде білдім ғой көп жол жүргенімді да. Бір кісі даже бір орыс әйел алдымнан келіп, прям көзінен жас шығып тұр да, айтады, сені көріп мен депрессияда жүргеннен депрессиямнан айықтым деп сөйтіп несін айтты. Енді аяқ қолы сау, өзін-өзі тастап жүрген адамдар болады да, менде болашақ жоқ, менің ештеңем болмайды деп. Гүлдана сияқты адамды көргеннен кейін айтады, мынандай адам, балдақпен, тауға шығып бара жатса, менің жүрген жүрісім не деген санасында жарылыс пайда болады. Значит, бір адамның өміріне үлкен, бір адам емес, сол тауға жүрген көптеген адамдар. Бірнеше адам, даже бір кісі болды. Сұрап жатыр енді мен әпкемнен, бұл кісі туылғаннан болған ба, жоқ кейіннен болған ба деп. Енді әпкем орысша түсінбейді, ана кіші орысша сөйлеп жатыр ғой. Сосын мен бүйтіп қарадым да, айттым, ДЦП емеспін, Алла сақтасын, кейіннен болғанмын дедім да, сөйтсем сіз суретке түсіріп алайыншы. Қызылорда қаласынанмын, қарындастарым жалқау, соларға суретіңізді көрсетейінші деп суретке түсіріп алды. Гүлдана, бәрі адамның, енді сенің өміріңде былай қарасаң, ешқандай ештеңе өзгерген жоқ, былайша да? Сол Гүлдана, сол балдақ, сол денсаулық. Бұрын кезде сен бүйтіп, қайғырып, таңертең қалай күн батса, саған ешқандай қуаныш ештеңе әкелмейтін. Енді санаңда жаңа сөздер тыңдағаннан кейін, бір ортаға түскеннен кейін не өзгерді? Тек қана санада ойлар өзгерді. Ойлар, алға мақсат сенімділік. Жоқ, осы Қазақстан, осы әлем, ештеңе өзгерген жоқ қой. Өзгерген жоқ, иә. Сенің мына санаңдағы ойлар өзгергеннен кейін әлем өзгере бастады, солай ма? Бүкіл әлем басқадай болып, қызыл жасыл болып, болашақ көріне бастады. Сондықтан негізгі немене мына бастың ішіндегі былай
бір нәрсе бүйтіп бұралу керек алға қарай. Жақсы, кім Гүлдана, тамаша. Рахмет. Сенде үлкен компанияға айналатын, үлкен брендке айналатын сенде бүкіл потенциал бар. Сол потенциал ұйықтап жатты. Біз тек сол потенциалды оята алдық. Рахмет. Мен жабам ба деп ойлап жүргем, негізі жауып. Жаздың күні тендермен айналыстым да, 2 аптада 200 мың теңге тапқан болатынмын. Сол тендерға кетсем ба деп ойлап жүргем. Сонымен сол жаңа Ғалымжан әпке ол тендер бай. Бірде бар, бірде жоқ нәрсе. Иә, сіз елдер деген ниша таппай жүргенде сіз дайын нишаңыз жапқаныңыз не жаппаңыз. Сол кісіге барыңыз деген соң келдім. Келгеніме тағы да айтам, өкінбеймін. Барлықтарыңызға жаңағы қайтпас жігерлік тілеймін. Жарты жолда қалып кетпей, осы бизнес бастаудан кеткеннен кейін де ағайдың айтқан сенім сөздері бар, жазып жатқан конспектлеріңізді қайта-қайта оқып, соны ең бастысы теория ғана емес, бұл жерде практика керек. Практикаға жаңағы асырып, ары қарай дамып өз нелеріңізді. Мен қарап отырмын, біраз адамдар қазір азайып қалды. Артқы жаңа кім Гүлдананың алдында да немене тұрды да, шешім қабылдау. Неменаны жауып тастап, құрық басын, ішінеке қоғам деген қатыгез, ешкім немене болмайды, болашағым болмайды, неге мен осы аварияға түстім екен, неге мен бұлай болдым екен, неге тағдыр менің маңдайым осы жазды екен деп батпаққа батып, өзін-өз төменге түсіре беру, то есть артқы скоростьті қосып артқа қарай кету да. Болмаса артқа қарай, бұны точка бифуркация дейді. Мысалы, кімнің өмірі былай бүйтіп келе жатты ғой мысалы. Егер жаңа жерде тендерге қатынасам, мынаны жабам десін болса, өмірі былай қарай кетуші еді. Осына қарай кете беруші еді, да? Өмірі алға қарай, мынаны точка бифуркация дейді, мына точка. Қашан шешім қабылдады, осында келем, бренд жасаймын, реклама жасаймын, қол астыма қызметкерлер алам деді, өмір алға қарай кетті. Енді Гүлдана, ылғи осылай бола бермейді. Білесің ғой, өмір, ол неге деген кезде адамның миында 100 миллиард нейрон, әрбір нейрон 10 мың нейронмен байланысқан кезде көрген киноң, бұрынғы көрген жәбірің, бұрынғы бірген ойлар, үнемі кейде артқа сүйрейтін сәттер болады, әрбір сәттер. Кейде күндіз келе жатқанда аяқ астынан бірдеке настроениең болмай қалады. Өйткені мына нейрондар өзі айналысып керемет бір шытырман оқиғалар болып отыр базы кезде. Сол кезде кейде былай түсіп кетуі мүмкін. Бірақ мына түскеннен кейін қайтадан көтерілу. Ылғи үнемі екі жол тұрады мына жерде. Не алдыға, не артқа жүру. Мына жерде не алдыға, не артқа жүру. Не артқа қарай кету. Көңіл күйің түсіп тұрған кезде не алдыға, не артқа қарай кету. Әр сәт сайын. Мына күннің кестесі. Сол кезде үнемі адам өзін санасын басқару арқылы қиналған кезде мына жолды емес, мына жолды таңдап алу. Мына жерге қашқанда мына жолды емес, мына жолды таңдап алу. Мына жерге келген кезде мына жолды емес, мына жолды таңдап алу сенің санаңның жетілуіне ғана байланысты. Үнемі батырлар ұраны, алаш ұраны деген сияқты жақсы өлеңдерді оқып, Мұқағалидың, керемет Махамбеттің өлеңдерін жаттап оқу арқылы сана сезім сөздерін тыңдап отырсаңдар, осындай бір шешім қабылдайтын кезде сен осал шешім емес, мықты шешім қабылдайтын боласың. Таңертең жата тұру ма, түрегеп тұр кету ма? Спортзалға бару ма, жоқ қыздармен өсек соғып бір жерде отыру ма? Қазір компьютерді ашып таргетинг жасау ма, жоқ YouTube көре тұру ма? Сенің алдыңда әр сәт сайын бір шешім қабылдау керек болып тұрады. Үнемі позитивный ой ойлап, позитивный сөз сөйлеп, позитивный ортада жүріп, позитивный өлең оқып, позитивный өлең тыңдап жүрген адам, еңсесін көтеріп күліп жүрген адам осындай шешуші кезеңдерде мықты шешім қабылдайды. Сендер күн сайын өмірдің кестесін тоқып жатсыңдар. Осында біраз адам ары қарай соңында дейін жету ма, жетпеу керек па деген кезде бір сатқын сайтан ой келеді. Әй, бұл сенің қолың емес. Сен тұрмыстың ғой, бірден істедің ғой, саған заяп келмей жатыр. Сала таңдай алмай жатсың. Құрық басын бұрынғы жолмен жүре бер деген сатқын ой келген кезде, соның жетегінде кетсең, желің шығып қалды деген сөз. Сендер қазір отырған кезде, мына жаңа Гүлдананың сөзін естіп отырсыңдар, қалай өмірде өсіп дұрыс шешім, мықты шешім қабылдады, өмірі жоғары қарай кетті. Енді ары қарай осы соңына дейін жетемін, бұл жерде осы ортада жүріп, осы ортада күн сайын ең керек білімдерді үйреніп отырып, психологияны үйреніп отырып, құралдарды үйреніп отырып, осы 60 күннің ішінде өміріңді жоғары қарай өзгертіп, бір кәсіптің артынан ұстап кете алмасаңдар, ары қарай ондай шанс бола бермейді. Ары қарай бұдан да қиын болады. Тастап жіберу оңай. Өмірде құлау оңай. Осы жерде сендер жотаға, тауға қарай көтеріліп, өмірдің
оң жағына қарай көтерілу немене процесс басталды. Осы процесте енді артық скоростты қосу, не үнемі алдыңғы скоростта қиналған кезде джек мен мықты шешім қабылдаймын деу сенің өзіңе байланысты. Осы әдет қалыптасады. Үнемі осал шешім емес, мықты шешім қабылдау. Қазір шындығын айтқанда Гүлданаға қарағанда сендердің әрқайсыларының өмірлерің әлдеқайда жеңіл. Келісесіздер ме? Да, бағана мен аяғымды сындырып, мен де сындырып 3 ай ма, 2 айды ма, 3 айдай балдаққа отырдым. Сол кезде көрдім. Мына аяғым сынып қалған кезде балдақпен көтерілді. Лифтқа шығу, анауынды жинап алу, көрген жерге кіріп шығу, туалетке барып түскеннің өзінің адамға үлкен бір алдыңа қойылған үлкен бір кедергі екені. Енді Гүлдана тауға барып, өмірін өзгертіп, үлкен болашағын немене мақсат қойып, көлік сатып алам, 1 миллион теңгеге шығам деп отырса, сендердікі одан әлдеқайда Алла тағала сендерге берген ешқандай қауіп қатер дамымасында әлдеқайда жеңіл. Бірақ өмірде ешкім ешқандай қиыншылықтан, ешқандай қауіптен ешкімді 100% сақтап тұрған жоқ. Бәріміз бір Алланың астында жүрміз, солай ғой. Сондықтан адамның рухы, санасы неғұрлым шыныққан сайын өмірдегі кездескен қиындықтарға қасқайып қарсы тұра алам. Кез келген қиын сәтте, шешім қабылдайтын сәтте мен тек қана мықты осал шешімді емес, төмен қарай кететін мықты шешімді. Таңертең төсектен тұрып кету, ол да мықты шешім. Компьютердегі Инстаграмды жауып тастап, кәсібіңмен айналыса бастау, ол да мықты шешім. Кешке жақын жатып қалмай таңертең тұрып бір 3 шақырым, 2 шақырым жаяу жүріп келу, ол да мықты шешім. Осындай ұсақ шешімдерден сенің өміріңнің кестесі құралады. Сенің өмірің құралады. Осы сіздің курсыңызға келгенге дейін жұмыс жоқ деп отыра беретінмін. Түсінгенім мына психологиялық тұрғыда жоқ десең жоқ бола береді екенсің да. Қазір енді Аллаға шүкір жұмыс бар деген сайын прям заказ потокпен келіп жатыр да. Өйткені сен жұмыс жоқ деген адамның реклама бергені, жұмыс жоқ деген адамның клиентпен сөйлескені, жұмыс жоқ болмайды деген адамның істеген ісінің бәрі салыстырған. Енді жұмыс бар, клиент көп, менікі елден кем емеспін, ананы көріп, анау сияқты жасаймын, құралайдыкін көрем, каумерберкін көрем деген дизайнерлерді көріп, ана жақсы, Инстаграмдағы жақсы немелерді қарай бастадың да? Жетіске жетіп жатқан тігіншілердің қарағаннан кейін, екеуінің іс-қимылы әрине әртүрлі болады, келісесіздер ме? Ешқандай сиқыр өзінен өзі келмейді. Болады екен, бар дегенде өзінен келе қалады деген емес. Сенің іс-қимылың, жазған жазбаң, сөйлескен сөзің, істеген ісіңнің бәрі сені уже табыс жолына қарай өзі ашыла бастайды. Бұлай шындығында ешқандай сиқыр болмайды.